Так, құдайға шүкір, мына трактор биылғы шөптің сезонына дайын. Бүкіл фильтрларын, майын, антифриз, расходниктарын түгел ауыстырдық. Қазір мен қысқаша осы 5 жылдың ішінде қандай ремонт жасалды бұл тракторге? Бұл жалпы оригинал Белоруссия, яғни заводтан келген, Белоруссиядан келген трактор. Семейский сборка емес. Нақтысын айтқанда, биыл 4,5 жыл болады, 5-ші сезон ба? 4-ші сезонға шығып отыр. 2019-да алғанбыз, 2018 жылғы трактор. Биыл, яғни 4-ші сезонда энша 32 насосын ауыстырдық. Сосын кейін былтыр мына гидроцилиндрлер жай түсе бастады. Яғни стреланы ұстамайды, астыға түсе бастады. Оны былтыр ауыстыру керек еді, бірақ мен шыдап жүрдім да, биыл ғана ауыстырдық. Міне 4-еуін қазір бәрі жақсы. Коробкасына келетін болсақ, әрине бір темірін, шестернларын бір мықтырақ, жақсы металмен жасауға болатын еді деп ойлайсың, бірақ оны ешкім жасамайды. Өйткені былтыр, яғни 2022 жылы жай нагрузкасыз артқы скоростьпен артқа келе жатқан кезде мұзға тіреліп қалып, сол кезде артқы скоростьтің шестерналарын сындырып жүрді. 3 шестернасын сындырып жүрді. Сол үшін бөліп, тракторды 5-ке бөліп, біраз ауыстыратын расходниктерді, шлангілерін, сайликтерін, пыльниктерін түгел ауыстырып алғанбыз. Сол сәтте коробканы да ремонттаған болатынбыз. Күтіп тепсе, бұл тракторды 10 жыл осындай күйде ұстауға болатынына мен кәміл сенемін. Өйткені біздің отбасымызда бұны жүргізетін в основном мен қазір міне інімді үйретіп жүрмін. Оған енді көзім алдына жүргізіп жүреді бәрін. Көрінгенге бере берсеңіздер, оны 1 жылда қойып беретін айдан анық қой. Мынаның аппаратурасы маған ұнады бар ғой. Мынаның насосын, яғни мына дистопливаны аппаратураға беретін насосты 4 жыл болды ауыстырған жоқ. Әлі істеп тұрды. Моторы да бір жерден май ағып, сапуннан түтін шығып, ондай ештеңе жоқ. Мен қинамаймын. 15 мың, 16 мың оборот, әрі кетсе 17 мың оборотта отырам. Майын жылына 2 рет ауыстырам. Яғни шөптің сезонына бір ауыстырам, шөптің сезоны біткенде қысқаға бір ауыстырам. Әрине қысты көктемге шыққаннан кейін қайта шөптің сезонын қайта ауыстырасың. Антифризін 2 жылда 1 рет ауыстырдым. Яғни ол патрубка жарылған кезде. Мына жерде бір кішкентай қысқа патрубка бар, өзі әзер салынады. Сол жарылып, үшінші жылы жарылды ол. Соны ауыстырған кезде антифризін ауыстырған болатынмын. Алдыңғы жағына келсек, олар да мықты. Енді біз ешқандай қатты керемет жүк тартпаймыз. Әрі кетсе 20 рулон қос прицеп тартады, 20 рулон, 22 рулон қос прицепті соны тартады, жер жұтпаймыз. Тағы не айтайын. Цеплениясына келетін болсақ, мына цепление ауыстырған кезде алып атқан дисциплиненің сапасына да қарау керек. Неғұрлым қымбатына салыңыздар, аямаңыздар. Алдыңғы жылы мен 16 мыңға алып салдым, мен бір орташасын беріңізші деп ақшам жетіңкіремей тұрды да. Өтірік айтпаймын, жарты жыл шыдаған жоқ. Ақыр аяғында қыстың күні далада қалдырды сол цепление. Мен тиктогымда ол видео бар, ортасының феридоны бүйтіп айналдырып жіберген. Осы жолы 20 мыңдікін салдым. Тфу-тфу, міне қанша бір 4-5 айдан асып кетті. Әлі ешқандай ақаулары жоқ, жақсы істеп тұр. Ешкімге айтып қоймаңыздар, бірақ мен бұл тракторды әйелімнен де артық жақсы көремін, бар ғой, негізі рас. Честно, натуре айтамын ше. Біз бұны 2019-дың күзінде алдық. Октябрьде алдық қойдым. Көз көріңіз, міне. Сол 2019-дан бастап 3824 сағат жүріп тастаған. Енді осыны 4,5 жылға бөлсеңіздер,